Біздегі Қостанайдағы мукомольщиктер бар ғой. Бидай тартатындар. Онда- Олардың барлығы қазір Өзбекстан. Қырғызстан мен Өзбекстанда. Да. Біздің көшіп кетті сонда. Сонда көшіп кетті, иә. Біздікілер кері заң шығарып қойды. Енді қазір жаңа жылдан кейін 16% күшінен еді. Ары қарай бұның салдары қалай болады, ол да белгісіз. Президент кеше неде де форумда да айтты, оның алдында да айтты, еттің бағасын арзандатыңдар деді. Бүкіл нені қойды, не қылдырды. Қызға айтайын, бүгінгі күні сол торғайда бүкіл еттің керемет несі арқалықтың базарында ет жоқ. Ет жоқ. Неге болған? Президент анада шығарғаннан кейін айтқан, малдың бәрін бұрын коммерсанттар келіп ауылдан сойып алып кететін. Убойный стекқа көп соясыңдар деген. Не торғайда, не Амангелде убойный стек жоқ, убойный стекті арқалықта. Енді бір малды союға әкелу үшін жаңағы 150 мың теңге жалдап арқалыққа кіріп сою керек. Справка бермейді. Справка бермейді. Иә, анау базарға қабылданбайды. Енді қара президент анау енді мына қараңыз, жаңағы бір басқа әкелу үшін жаңағы 120 мың теңге арқалыққа деген машина жинау. Убойный стек 120 мың теңге olur. Анау еттің бағасы тағы қымбат деген сөз ғой. Президенттің арзандат деген сөзіне біздікі кері жаңағыда убойный стектен тауып алып не істеп отыр. Жоқ, ауыл-ауылдың арасында 40-50 шақырымға біз ана малды апарып сойып итшілегенше біз сол малдың жарты бағасы кетеді. Бізде торғайда 40-50 шақырым деген жер жоқ, біздегі 100 шақырым ғой. 100 шақырым, 150 шақырым. Енді есептеп көріңіз сонда мысалы. Мысалы, ауылдағы отырған шаруалар өздеріне бойына сала алмайды. Қазір СПК бар ғой, СПК салып берсін, зерттесін, қанша мал шоғырланған аймақтарды. Арасында 5 тіпті ширек кеткенде 10 километр болатындай орталыққа, жаңа мал шоғырланған жерге бойына сап берсін. Соған барып сояды сосын. Иә, жоқ, кеше бір кісі айтты, дұрыс айтады. Мынау бойына стек жоқ. Енді малды апара алмай отырмыз. Мен малға президент арзандатты деп айтыр еттің бағасын, иә. Біз қалай арзандатамыз? Мынау үкімет бізге убойный стек салып берсін. Сала алмады ма? Убойный стек жоқ қой. Онда мына перевозкасы бар ғой, транспорт. Сол бюджеттен компенсировать етсін онда. Жаңа қайтарсын. 200 мың теңгені мен малды кеп арқалып кеп сойдым, мен бәлен шақырымда Ақкөлден келдім, Наураға дейін келгем, маған сол 200 мың теңгені қолыма санап берсін бюджеттен.